Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді әрі оңай қолжетімді заттардан жасауға болатын батоннан пісіретін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алғаш ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз және де қантымызды саламыз. Барлық керек ингредиентті описание қалдырып кететін боламын. Кейін тұзымызды саламыз және де 2 қасықтай ашытқыны салып жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне күнбағыс майын қосатын боламыз. Еліктен өткізіліп қойған ұнымызды жаймен деп сала отыра өте жұмсақ болатын қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болу керек. Менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыздар. Және қолға жабыспайтын қамырымыз осылай дайын болады. Сәл ғана май жағып көтерілуге қойып қоятын боламыз. Жарты сағат, 1 сағатқа достар. Осындай жабыспайтын қамыр шығу керек. Бетін жауып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін астына сәл ғана ұн жағасыздар да тура видеода етіп жайып шығатын боламыз, сопақ етіп. Сосын тура видеодай орайтын боламыз, басынан аяғына дейін. Аяқ жағына келген кезде пышақпен сәл ғана кесіп шығатын боламыз. Осылай кесіп шығамыз. Сосын қолымызбен осылай жөндеп жүретін боламыз. Пергаменттің үстіне қоямыз. 180 градуста 30 минутқа пісіріп алатын боламыз достар. Және үстіне жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаймыз. Қалауларыңызша кунжут, мак сепсеңіздер болады. Өте дәмді әрі оңай жасалады. Ең бастысы үйде жасалған достар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, бізге ас болсын. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.